Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы қышқылдардың химиялық қасиеттері. Оқу мақсаттары: қышқылдарды бейтараптану реакциясын білу, сұйытылған қышқылдардың әртүрлі металдар және карбонаттармен әрекеттесуін зерттеу, сутегі мен көмір қышқыл газдарының сапалық реакциясын білу. Өткен сабақта біз сіздермен қышқылдар мен сілтілермен танысқан болатынбыз. Егер еске түсіретін болсақ, табиғи қышқылдарға лимон, шие, құмырсқа, қымызды қышқыл жатса, минералды қышқылдарға тұз және күкірт қышқылы жатады. Сілтілерге металдардың гидроксидтері жатады, және күнделікті өмірде сілтілік қасиет көрсететін қосылыстарға сабын, тіс пастасы, дәрі-дәрмектер жатады. Индикатормен сілтілік қышқылдық ортаны анықтап pH-ын білуге болады. Яғни су бізде бейтарап қосылыс, оның pH-ы білеміз 7-ге тең, ал қышқылдардың pH-ы 7-ден төмен, ал сілтілердің pH-ы 7-ден жоғары болатынын білеміз. Енді бүгінгі сабақта қышқылдардың химиялық реакцияда қандай роль атқаратынын қарастырамыз. Қышқылдың сілті мен ерітіндісін араластырған кезде не болады? Яғни қышқыл мен сілті әрекеттесіп, тұз және су түзеді. Тұз бұл жерде қатты тұз емес, яғни тұздың сулы ерітіндісі. Олар бір-бірінің қышқылдық сілтілік қасиеттерін жойып бейтараптанады. Яғни бұндай реакцияны бейтараптану реакциясы деп атайды. Қышқыл мен сілті араластырған кезде олар химиялық реакцияға түсіп, жаңа бейтарап қосылыс түзіледі. Күшті қышқыл күшті сілтіні, әлсіз қышқыл әлсіз сілтіні бейтараптайды. Егер мысалы айтатын болсақ, біздің ауыз қуысымыздағы сілекей сөлінің қышқыл ортаны көрсетеді. Біздің тісімізді зақымдау мүмкін. Ол қышқылды бейтараптану үшін тісімізді тіс пастасымен тазалаймыз. Себебі тіс пастасының құрамында сілті бар. Келесі қарастыратынымыз антисидтер дегеніміз, яғни антисидтік дәрілер. Грек тілінен аударғанда анти қарсы, латын тілінен акидиум қышқыл деген мағынаны білдіреді. Яғни қышқылға қарама қарсы сілті деген ұғым. Асқазан сөлінің ортасы қышқылдық ортаны көрсетеді. Тамақтану нәтижесінде көп мөлшерде қышқыл бөлінеді. Кейбір уақыттарда қыжыл пайда болады. Осы асқазан сөлінің қышқылдығын төмендету үшін сілтілік, яғни қасиеті бар антисептик дәрілер қолданамыз. Яғни ол асқазандағы қышқылдығын төмендетіп, қыжылды басады, яғни қыжылды жояды. Енді келесі қарастыратынымыз ол қышқылдардың карбонаттармен реакциясы. Реакция нәтижесінде тұз, су және көмір қышқыл газы бөлінеді. Көмір қышқыл газы біз сіздермен тыныс алғанда, демді шығарғанда бөлінетін газ. Демімізді шығарғанда бөлінетін газ. Яғни көміртегі диоксиді. Ол түссіз, иіссіз газ. Оны тек қана химиялық жолмен ғана анықтауға болады. Оны анықтау үшін әк суын қолданады. Әк суы әк таспен судың әрекеттесу нәтижесінде түзіледі. Яғни кальций обылы әк тас, H2O су, нәтижесінде кальций OH кеселенген әк суы түзіледі. Егер естеріңізде болса, күнделікті өмірде үй құрылысын жүргізген кезде қабырғаларды осы әк суымен әктеп жатады. Яғни мына жерде суретке қарайтын болсаңыздар, яғни сынауыққа натрий карбонатын, яғни карбонат тұзын, оған қышқыл қостық, нәтижесінде реакция нәтижесінде көмір қышқыл газы бөлініп шығады. Көмір қышқыл газын келесі екінші сынауық, яғни әк су қосылған сынауыққа енгіземіз. Газ бөлініп жатқан түтікшені, нәтижесінде ақ түсті тұнба түзіледі. Яғни ол кальций карбонатының түзілгенін көрсетеді. Яғни өйстіп біз СО2 көмір қышқыл газын әк суы арқылы анықтай аламыз. Келесі қарастыратынымыз ол қышқылдардың металдармен әрекеттесуі. Қышқылдар металдармен әрекеттесіп, тұз және сутегі газын бөліп шығарады. Сутегі газы иіссіз түссіз газ. Ол үшін қышқыл құйылған сынауыққа металдың бірнеше түйіршігін салып реакция байқаймыз. Яғни реакцияның жүріп жатқанын бөлініп жатқан газ арқылы байқауға болады. Яғни бөлініп жатқан газ ұшып кетпеу үшін оны газ түтікшемен бекітіп, келесі бір газды келесі сынауыққа жинауға болады. Яғни жиналып жатқан газдың сутегі газ екенін
анықтау үшін жанып тұрған шырпыны осы сутегі газына жақындатқан кезде пах етіп жарылады. Яғни сутегі газы өте қауіпті жарылғыш газ. Тәжірибе жүргізген кезде өте абай, мұқият болу керек. Өйткені күйік шалып қалу мүмкіндігі бар. Бүгінгі сабақта біз сіздермен үш мысалды қарастырдық. Яғни бірінші қышқылдың сілтімен реакциясы, яғни бейтараптану реакциясы, яғни реакция нәтижесінде су және жаңа тұз түзілетінін көрдік. Екінші реакция ол қышқылдың карбонатпен реакциясы, нәтижесінде тұз, су және көміртек диоксиді түзіледі. Көміртек диоксидін біз ақ сумен анықтайтынымызға және нәтижесінде ақ тұнба түзілетініне көз жеткіздік. Үшінші қышқылдардың металдармен әрекеттесуі, нәтижесінде жаңа тұз және сутегі газы түзіледі. Сутегі газы жанған шырпыны жақындатқан кезде ол жарылады. Осылай біз сутегі газын анықтай аламыз. Бүгінгі сабағымызда қауіпсіздік ережесіне тоқталатын болсақ, тәжірибе зертханалық жұмыстар жүргізген кезде міндетті түрде қауіпсіздік ережесін сақтау керек. Қышқылдар сілтілер күйдіргіш заттар, сондықтан олармен жұмыс жасағанда өте абай, мұқият болу керек. Енді тағы да айтатынымыз, суды қышқылға құюға болмайды. Керісінше қышқылды суға ақырын араластырып отырып сұйылтамыз. Себебі қышқылдар бізде күйдіргіш заттар кері реакция болып күйік шалуы мүмкін. Затты қолымен ұстамаймыз және дәмін татып көруге болмайды. Сонымен қатар тәжірибе